Сәлем қыздар, бүгін біз шапка бейне тігеміз. Ол үшін бізге екі өлшем керек болады. Біріншісі бас айналма, яғни обхват головы, суретте көрсетіліп тұрғандай өлшейміз. Менде 54 сантиметр. Екіншісі высота немесе глубина деп те айтады. Осы екінші өлшемді аламыз. Менде 40 сантиметр болды. Енді егерде сіздер трикотаж матасынан тігетін болсаңыздар, трикотаж матасы лайкра қосылған түрі болса егерде, онда обхват головыдан 5-6 сантиметрді азайтып тастайсыздар. Ал егерде кашкарсай матасынан болса, онда 8 сантиметрді азайтатын боламыз. Яғни бұл матаның созылымдылық қасиетіне байланысты болады. Ал егерде ХБ трикотаж матасынан тігетін болсаңыз, онда 3-4 сантиметрді азайтамыз. Мен трикотаж с лайкраймен тігетін болғандықтан 6 сантиметрді азайтатын боламын. Яғни обхват головы 54 сантиметрден 6 сантиметрді азайтатын боламын. 48 шығады. Осы 48 сантиметрді 4-ке бөліп аламын. 12 сантиметр болады. Обхват головыды анықтап алдық. Енді высотасын, шапканың биіктігін есептейтін боламыз. Менде высота 40 сантиметр. Осы 40-ты 2-ге бөлеміз. 20 сантиметр болады. Осы 20 сантиметрге шапка басқа жабысып тұрмай, кішкене сәл-сәл кеңдік бергім келді. Төбесінен де биіктеу болсын деп 3 сантиметр қостым. Және де шапка с отворотом болатын болғандықтан қайыру үшін тағы да 5 сантиметрді қостым. Сонда жалпылай 28 сантиметр болды. Енді осы есептеулер бойынша лекаларын тұрғызамыз. Оң жаққа қарай 12 сантиметрді белгілеп аламыз. Жоғарыдан төменге қарай 28 сантиметрді белгілеп алып, 28-де 12 деген тік төртбұрыш сызып алатын боламыз. Мінекей сызып алдық. Енді жоғарыдан төмен қарай 5 сантиметр жерді белгілейміз. Оң жақтан сол жаққа қарай 1,5 сантиметрді белгілейтін боламыз. Және де осы табылған екі нүктенің арасын түзу сызықпен қосамыз. Енді келесі жақ бетінен, келесі жағынан 10 сантиметр төменге қарай белгілейміз. Осы 10 сантиметрден жаңағы табылған 1,5 сантиметрлік нүктеге дейін доғалдап жайлап әкеліп осылай қосатын боламыз. Осылай жайлап қосып аламыз. Мінекей қосып алдық. Енді бұл жерді қайшымен қиып лекаламызды дайындаймыз. Мінекей қиып алдық. Осымен біздің шапкаға арналған лекаламыз дайын. Енді матамызды аламыз. Мен матамды алдын ала дайындап алдым. Шапка ішінде подкладмен болатын болғандықтан мен 28 сантиметр емес, 28 көйтілген 2 есесін алдым. Яғни осылайша бүктейміз. Бірінші 2 бүктейміз, содан тағы да 1 қайтара бүктейміз. Шетіне 1 сантиметр, оверлокпен тігетін болсаңыз 0,5 сантиметр жетпей тігіске. Осылайша лекаламызды орналастырып аламыз. Лекаланы орналастырғанда мұқият болыңыздар. 5 сантиметр төменге түскен жағын қай жақ шетімен туралайтынымызды мені анықтап көріп алыңыздар. Мінекей енді осыны дәл осылайынан қайшымен айналдырып қиып шығамыз. Мінекей қиып алдық. Ішкі және сыртқы бөлігі міне дайын болды. Бізде қазір енді тігетін боламыз.
Алдымен мына 5 сантиметрге төмен қарай түскен жерді бір-біріне қосып тігіп аламыз. Матаны оң бетіне қарата отырып, теріс бетінен тігетін боламыз. Мен оверлок машинкасымен тіктім. Сіздер оверлок болмаса, кәдімгі обычный, бытовой, я болмаса, қандай машинкаларыңыз бар, сол іс машинкаларыңызбен тіксеңіздер болады. Түзу тігіспен тігіп шығамыз осылайша. Мінекей бір жақ шетін тігіп болдық. Енді екінші жақ шетін де дәл солай тігіп аламыз. Жаңағы 0,5 сантиметрге түскен жерді және де төмен қарай да барлығын қосып бір-біріне тігіп шығатын боламыз. Осы жерде өте мұқият болыңыздар. Матаның бір-бірімен беттесуі бір-біріне дәл келу керек. Біреуі астында қалып кетіп, екіншісі созылып кетпеу керек. Сол жағына аса мән беріңіздер. Мінекей өйстіп ұзыннан ұзақ тігіп аламыз. Жаңа айтып кеткенімдей, оверлокпен тігу міндетті емес. Міне енді екінші жақ бетіндегі де жаңағы 5 сантиметрге түскен қысқарақ жағын қосып тігіп аламыз. Мінекей тігіп алдық. Енді жаңағы 10 сантиметрге төменге түскен жағын бетін бір-біріне беттестіріп тігетін боламыз. Жан тігістерін бір-біріне тура келтіреміз. Бетпе-бет, тұспа-тұс бір-бірімен беттесетіндей қылдырып қойып аламыз. Содан кейін айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей айналдырып тігіп шықтық. Міне енді оң бетіне аударатын боламыз. Астыңғы бөлігінің тігілмей қалған жағынан оң бетіне аударамыз. Міне тігістер осылайынан шықты. Енді жаңағы тігілмей қалған бетін тағы да оверлокпен айналдырып тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде айта кететін жағдай, егер де сіз іс машинкасымен тігіп жатқан болсаңыз, оверлоксыз, онда айналдырмай тұрып, шапканы ішінен осы тігілмей қалған бөлігін жартылай тігіп, содан кейін кішкене жерін ашық қалдырып, содан айналдырып алып, әр жағын потайной шовпен ішінен көрсетпей тігіп жіберсеңіз де болады. Менде оверлок болғандықтан, оверлочный тігісі көрініс ішінде кете беретін болғандықтан, мен сыртынан тігіп жатырмын. Ол менің бұйымыма ешқандай бір бөгетін жасамайтын болғандықтан. Мінекей айналдырып тігіп алдық. Шапкамыз дайын десек те болады. Мені ішіне кіргізіп бүктейміз. Төбесіне келтіреміз. Топ-тура келтіріп, бір қайырып бүктеп қоямыз. Жаңа отворотом дедім ғой шапка. Міне біздің шапкамыз осымен дайын болды. Мына тігістерін пармен жатқызып өтектейтін болсақ, олар бұлай көтеріліп тұрмай жататын болады. Шапкамыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпа.